Қайырлы күн достар. Бүгін денсаулыққа пайдалы, шөлді қандыратын каркаде сусынын дайындайтын боламын. Видеоның соңына дейін көріп, каналыма міндетті түрде тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Ең алдымен бізге осындай каркаде гүлінен бір уыс керек болады. Мен 2 литрге дайындайын деп жатырмын. Одан көп дайындайтын болсаңыздар, көптеу қылып алсаңыздар болады. Осындай пакетикте магазиндерде, супермаркеттерде сатылады. Бір уысын алып, жақсылап 3-4 қайтара жуып аламыз. Жуылғаннан кейін қайнататын ыдысымызға салып, үстіне су құйып, осылай бір қайнатса жеткілікті, көп қайнатпаймыз. Қайнатып болғаннан кейін осылай үстіне қосатын қоспаларын дайындаймыз. Мен жарты лимон мен осылай мята қосайын деп жатырмын. Жақсылап жуып, 2 литр ыдысыма дайындайтын боламын. Жалпы каркаденің пайдасы зерттеліп дәлелденген, құрамында фосфор мен кальций көп, сондықтан шаштың, тістің, сүйектің қатаюына жақсы көмектеседі. Ыстық күні терлей беретін, тамақтан уланған адамдарға каркаде ішуге мамандар кеңес береді. Және құрамында витаминдер көп болғандықтан мидың да жұмысын жақсартады. Сол үшін емтиханға дайындалып жүрген адамдар ішсе де жақсы көмектеседі. Дәмі де жақсы, шөлді қандырады. Осылай қайнатылған каркадеден 1 стакан құйып, үстіне 4-5 қасық қант салып, 1 литр салқын су құйып, жақсылап араластырып, осылай дайындадым. Өте тез дайын болады. Жасап көріңіздер.